15-ғасырдың ортасында Қазақстан жерінде Әбілқайыр хандығы, Моғолстан және Әмір Темір мемлекеттері өмір сүрді. 1457 жылы Әбілқайыр Сығанақ қаласының түбінде Өстемір бастаған ойраттардан жеңіліс тапты. Бұл Әбілқайыр ханның ел арасында абыройын түсірді. Осы сәтте Керей мен Жәнібек 200 мың қазақтарды жинап, Моғолстан еліне жер сұрап барады. Моғолстанның ханы Есенбұға қазақтарға Шу мен Талас өзендерінің арасын берді. Ең алғаш қазақ хандығының туы Қозыбасы жерінде тігілді. Қазақтардың көшіп кетуі өзбек мемлекетін әлсіретті және Моғолстанды басып алу мақсатында Әбілқайыр хан әскер жинақтап жорыққа аттанды. 1468 жылы Әбілқайыр хан жорық кезінде қайтыс болды. Әбілқайырдың қайтыс болуы мемлекеттің шаңырағын шайқалтып, хан тағына таласқа алып келді. Керей де Жәнібек те Шыңғыс тұқымы болған соң таққа үміткер еді. Осы сәтте ұтымды пайдаланған қазақ хандары Әбілқайыр хандығының жеріне барып үгіт-насихат жүргізді. Нәтижесінде көптеген тайпалар қазақ хандығына қосыла бастады. Әбілқайыр хандығымен соғыс жақын арада болатыны белгілі еді. Сол үшін қазақ хандығы Моғолстанмен тату көршілік, одақтық байланыс орнатты. 1462 жылы Есенбұға қайтыс болып, мемлекеттің тағына ағасы Жүніс келді. Қалмақтардың жиі шабуылы Моғолстанды әлсірете бастады. Бұл Жетісуда мекендейтін көшпенді тайпалардың қазақ хандығына қосылуын жиілетті. Сыр бойындағы қалалар Ақ-Орданың, Әбілқайыр хандығының кезінде де ең бай қалалар еді. Бұл әрине мемлекеттің экономикалық жағынан мықты болуына ықпал етеді. Сондықтан бұл қалалардың саяси экономикалық жағынан маңызы зор болды. Ендігі жерде сыр қалалары үшін шайқас басталды. Бұл шайқас 30 жылдан астам уақытқа созылды. Мұхамед-Шайбани, Әмір Темірдің ұрпағы Әмір Мәзид, Моғолстан ханы Жүніс сыр қалаларын өз жеріне қосқылары келді. 1470 жылы Керей қол бастап Түркістан қаласына шабуыл жасады. Жәнібектің ұлы Махмұд Созақ қаласын бағындырды. Екінші баласы Еренжі Сауранды иемденді. Сауран түбінде жеңілген Шайбани Бұқараға қарай қашты. 1472 жылы Мұхамед-Шайбани Ноғай ордасының әмірі Мұқсамен қосылып, Сығанақ қаласын басып алды. Бұрындық пен Махмұд Сұлтан бастаған қазақ әскерлері Қаратау жерінде Мұхамед-Шайбани әскерін талқандап, Сығанақ қаласын қайтарып алды. Күйреп жеңілген Шайбаншах Маңғыстауға қарай қашты. Сыр қалалары үшін Моғолстан Әмір Темір мемлекетімен соғысып жатты. 1482-85 жылдары Ташкент, Сайрам қалаларын басып алды. Әмір Темір мемлекетіне қарсы соғыстыру үшін Жүніс Мұхамед-Шайбаниге Отырар қаласын басып алып берді. Ал Әмір Мәзид қазақ хандығымен одақтасты. Моғолстанның әскери көмегімен Шайбан, Түркістан, Сауран қалаларын басып алды. Біріккен қазақ әмір әскерлері Сауран қаласын қайтарды. 15 ғасырдың соңында Отырар, Аркөк, Түркістан аумағының бір бөлігі Мұхамед-Шайбаниге қарады. Сығанақ, Сауран, Созақ, Түркістанның солтүстігі қазақ хандығына қарады. Ташкент пен Сайрамды Моғолстанның Махмұд Сұлтаны биледі. Сыр бойындағы саяси экономикалық мықты қалаларды қолына түсірген соң, қазақ хандығы экономикалық жағынан дамыды. Елдің тірегі болған бұл қалалар қазақ хандығының Дешті Қыпшақ жеріндегі иеліктерді бағындыруға алып келді.